Сәлем достар, қалайсыздар? Жазғы демалыстарыңызды керемет жақсы өткізгілеріңіз келсе, бірақ шетелге шығуға мүмкіндіктеріңіз болмаса, онда дәл осы видео сіздерге арналады. Себебі дәл қазір сіздерге өте қолжетімді бағамен демалуға болатын орталықты айтамын. Ендеше арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басатын болсаңыздар, менің салатын видеоларым сіздерге әдеттегідей ең бірінші болып көрінетін болады. Дәл қазіргі таңда мен төркіндемін. Менің төркінім Жетісай қаласы Атакен қалашығында. Дәл осы Атакен қалашығында демалуға болатын, жазғы уақытта шомылуға болатын керемет демалыс орталығы ашылған. Сіздерге осы демалыс орталығын таныстырамын. Жалпы Жетісай қаласын білесіздер, жазғы уақытта маусым, шілде, тамыз айларында температура 40 градусқа дейін ыстық болады, яғни шомылуға ең ыңғайлы мезгіл, ең ыңғайлы уақыт. Шетелге шықпай-ақ өзіміздің Қазақстандағы демалыс орталықтарының дамуына үлесімізді қосайық. Мен барған демалыс орталығы Атакен қалашығындағы Алтынсарай демалыс кешені. Алтынсарай демалыс кешенінің ашылғанына көп болған жоқ, шамамен 2-3 жылдың уақыты болды. Алтынсарай демалыс кешеніне отбасыңызбен немесе туған туыстарыңызбен келуге өте ыңғайлы жер. Егер де сіздің балаңыз болса, онда баламен де келуге өте ыңғайлы. Алтынсарай демалыс кешенінің дәл алдында дәл осындай құймалы балмұздақтар сатылады. Құймалы балмұздақты кім жақсы көреді? Жалпы өзім негізі құймалы балмұздақтарды жақсы көремін. Суға түсуге ең ыңғайлы уақыт қыздар сағат 11 мен кешкі сағат 17:00 аралығы. Дәл осы аралықта келетін болсаңыздар су жылы болады және шомылуға да сіз үшін өте ыңғайлы болады. Судан шығып шомылып болған соң дәл осындай тапчандар бар, яғни далада отырып тамақтануға болады. Егер де сіз өзге қаладан болатын болсаңыз, онда Алтынсарай демалыс кешенінің ішінде қонақ үй бар екен. Егер де сіздің мүмкіндігіңіз болса, онда жылына 1 рет болсын, дәл осындай демалыс орталықтарына барып, 1 рет болсын суға түсуіңіз қажет. Айтпақшы қыздар, суға түскеннің пайдасы өте көп, арықтауға да көмектеседі. Арықтау мақсатыңыз болса, арықтаймын деген ниетіңіз болса, онда мүмкіндіктеріңіз болса, міндетті түрде суға түсіп алыңыздар. Алтынсарай демалыс кешенінде жалпы негізі суға түсуге арнайы жас аралығы жоқ. Барлық балалар да, аналар да, адамдар да барлығы суға түсе береді. Негізі адам аз кезде барған өте тиімді болады. Ал біз барған кезде шомылуға келген адамдардың саны өте көп екен. Тіпті кассаның алдында біз кезекке тұрдық. Кассада негізі аяқ киімге дейін, тіпті шомылуға арналған киімге дейін, баллонға дейін бүкілі бар. Шомылуға арналған киімді негізі мүмкіндік болса өзіңізбен бірге алып келген дұрыс. Раздевалка, яғни киім ауыстыру бөлмесі екеу, ер адамдарға және әйел адамдарға арналған 2 раздевалка бар. Раздевалканың ішінде душ бар екен. Ер адамдарға және әйел адамдарға бөлек 2 кабинка бар және әр кабинкада жаңағыдай алып келген киімдеріңіз болса, осындай кілтпен бірге салып қоятын боласыздар. Және бассейнге баратын кезде сіздерге купальниксіз шомылдыртылмайды. Өздеріңізбен бірге арнайы купальник алып келіңіздер, немесе кассаның алдында сатады. Кассаның алдындағы купальниктер сіздерге қымбатырақ шығады. Ал егер де арнайы купальниксіз сататын жерден алатын болсаңыздар, сіздерге арзанырақ шығатын болады. Мысалы, мен купальникті, яғни шомылуға арналған киімді Жетісайдың базарынан 4,5 мың теңгеге алдым. Дәл менікінде шомылуға арналған киімді кассаның алдынан сіз шамамен 7 мың, 8 мың теңгеге аласыз. Яғни 2 есе қымбат бағасына аласыз. Өзіңізбен бірге міндетті түрде сүлгі, аяқ киім, шомылуға арналған киім. Егер жүзе алмайтын болсаңыз, осындай баллон. Шомылып болған соң душқа түсіп алып, басымды жуамын десеңіз, онда міндетті түрде өзіңізбен бірге су сабын, яғни шампунь алып алған тиімдірек. Негізі еш нәрсе алмаған болсаңыз, онда кассадан тіпті сүлгіге дейін, аяқ киімге дейін шомылуға арналған киімді де, тіпті баллонды да сатып алуға болады, бірақ бағасы кішкене жоғары.
Біз суға түсетін кезде жастардан бөлек үлкен апаларды, әжелерді көрдік. Ол кісілер абысын ажындар болып суға түсуге келген екен. Өте қызықты болады, егерде таныстарыңызбен, достарыңызбен, туыстарыңызбен, тіпті абысын келіндер болып келсеңіз де өте қызықты болады. Бассейннің тереңдігі шамамен менің бойым 1,60 болса, шамамен менің 2 аяғымды қойған кезде мойныма дейін келді. Қатты терең емес, шомылуға өте ыңғайлы. Дәл менікіндей суға жүзуге арналған баллонды кассаның алдынан сіздер 2000 теңгеге аласыздар. Ал егерде арнайы сататын жерлерге барып сатып алатын болсаңыздар, шамамен 900-800 немесе 1500 теңгеге дейін сатып аласыздар. Бағасына келетін болсақ, Алтын сарай демалыс кешенінде ересек адамдар үшін, яғни үлкен адамдарға 2500 теңге. Ал кішкентай балалар болатын болса, онда балаларға 1500 теңге. Суға түсу уақытына келетін болса, қыздар, уақыт шектеусіз таңертеңнен кешке дейін шомыламын десеңіз де, ол жағын өзіңіз білесіз. Өзіңізбен бірге тамақтарды алып жүруге болады, яғни суға түсіп болғаннан кейін қарныңыз ашады, тамақтанғыңыз келеді, сол кезде собой, яғни өзіңізбен бірге тамақ алып келуге болады. Бір қызығы, қыздар, суға түсуге арналған киім, яғни купальник болмаса, сізді шомылу алаңына кіргізбейді, яғни бассейнге кіргізбейді. Бір қызығы, қыздар, егер сізде шомылуға арналған арнайы киім болмаса, яғни купальник болмаса, сізді шомылуға бассейнге кіргізбейді екен. Бізде бір қызық жағдай болды. 10 айлық бала болды. Мамасы ол баланы жай ғана суға аяғын салып шомылдырып тұрған. Ол балаға айтты, мамасы шомылдырмаңыз, арнайы киімі жоқ деді. Солай ол балаға арнайы киім алғызды. Егер де сіздің денеңізде арнайы бір жаралар болатын болса, жараны көрсе, олар суға кіргізбейді. Бассейндегі суды толтыру үшін осындай кранда су ағып тұрады екен. Бұл тек қана суды толтырмайды екен. Егер де сіздің мойныңыз, арқаңыз ауыратын болса, тұз жиналған болса, осы тұзды кетіруге осы крандағы су көмектеседі екен. Оның артына тұратын болсаңыз, су сізді итерген сияқты болып, денеңіздегі артық тұздарды шығаруға көмектеседі екен. Бұны мен айтып жатқан жоқпын. Осы бассейнде жұмыс жасайтын қыздар, жігіттер солай айтты маған. Қыздар, арнаға тіркелмеген болсаңыздар, алтын саусақтарыңызбен тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әжетханасына келетін болсақ, ер адамдарға және әйел адамдарға бөлек әжетхана бар. Тазалық жағынан келетін болсақ, әжетхананың тазалығы маған ұнады. Әжетханаға келетін болсақ, әжетхана 2 стильде жасалған. Біреуі унитазбен, екіншісі унитазсыз қарапайым түрінде жасалған. Раздевалкаға барған соң киіміңізді ауыстырғаннан кейін суға түсу үшін ең алдымен душқа түсіп алу қажет екен. Душқа бір шайынып болғаннан кейін ғана бассейнге барады екенсіз. Алтын сарай демалыс кешеніне өз бағамды беретін болсам, жалпы демалуға өте ыңғайлы жер. Бағасы да қолжетімді. 2500 теңге өте тиімді баға. Дәл осы бассейн негізі 14-15 жасқа дейінгі балаларға өте ыңғайлы, қатты терең емес. Дөңгелек пішінде тұрған бассейн, ол жақта 5-6 жасқа дейінгі балалар шомылуға болады. Суға түсіп шомылып болған соң біз өзімізге пицца тапсырыс бердік. Пиццаның бағасы 2500 теңге, 1 литр кола тапсырыс бердік, 1 литр кола 450 теңге. 10% қызмет көрсетумен біздің тапсырысымыз 3245 теңге болды. Ал қыздар, видео ұнаса, онда өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Біздің демалысымыз аяқталды. Жазғы демалыстарыңызды керемет етіп өткізіңіздер.